Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, сіздермен Мегакласс компаниясы. Бүгін біз тік төртбұрышты көзбен сызатын боламыз. Бұл жаттығудың пайдасы өте мол. Мысалы айтатын болсақ, көздің қозғалыс координациясын жақсартады, кеңістікті қабылдауды дамытады, көздің бұлшық еттерін нығайтады. Оны қалай орындау керек десеңіз, көк нүктеден көз алмаңыз. Тігіп отырыңыз немесе тұрыңыз, керек болса жатыңыз. Сізге қалай ыңғайлы. Солай істесеңіз де болады, бірақ көз телефонға параллель болып тұру керек. Өте жақсы. Бұл жаттығулар көзді сергітеді. Тура осылай жалғастыр. Бәрін дұрыс жасап жатырсың. Керемет, тамаша. Бізбен бірге болғаныңызға, видеоны көріп, өз денсаулығыңызды ойлағаныңызға мыңда бір алғыс. Келесі жаттығуға көшетін болсақ, көзіңізбен шексіздік таңбасын салыңыз. Ақ нүктеден көз алмасаңыз жеткілікті. Оның пайдасы көз бұлшық еттердің икемділігін арттырады, көру қабілеттердің тұрақтылығын жақсартады, көздің қозғалысын тегістейді. Әрине, көздің минус болса, плюс қалдыруға әбден көмектеседі. Себебі көзіңіздің бұлшық еті дамиды. Қан айналымы жақсарып, көзіңізге барынша восстановление дейді ғой, регенерация жүреді. Осылай жалғастыра беріңіз. Оны қалай орындау керек десеңіз, көзіңізбен үлкен 8-ді сызыңыз, жатқан 8, яғни айтатын болсақ, бір бағытта 5 рет немесе көп рет қайталай беріңіз. Бірақ қатты переусердствовать етудің қажеті жоқ. Көзбен қозғалысты бір қалыпты және баяу қозғалтыңыз. Ал сіздермен болған Мегакласс компаниясы. Хош, саламатта болыңыздар.